Сәлем барлықтарыңызға. Дәл осындай өте әдемі, дәмі, тіл үйіретін рулет самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл самсаны қонақ күткен кезде, не болмаса асығып тұрған кезде тездетіп жасап жіберсеңіздер, бірден арасында 30 минуттақ пісіп шығатын болады. Керекті заттар бізде дүкеннен алынған слоеный тесто, және де дайын фарш, сонымен қатар ұсақталып туралған пияз, татымына қарай тұз бен бұрыш керек. Қара бұрыш пен тұзды пияздың үстіне жақсылап отырып сеуіп, суы шыққанша мыжғылап отырып араластырамыз. Әбден суы, пияздың суы шыққанша мыжғылаймыз. Самсымыздың дәмін беретін және де сочный болуына осы пияздың ықпалы өте маңызды. Сол үшін суын шығарып аламыз. Содан кейін барып фаршымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мыжғылап, пияз, бұрыш, тұздың дәмі етке сіңіріп, өстіп, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Фаршымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін қамырға кірісеміз. Жаңағы дүкеннен алынған слоеный тестомызды өте қалың емес, өте жұқа емес етіп, әбден жақсылап тұрып жайып алатын боламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін ақырын жаңағы дайындаған фаршымызды шетінен ұзынша етіп колбаса сияқты қылып салып шығатын боламыз. Бір келкі қылып, бір жерінде көп, бір жерінде аз болып қалмау керек, бір келкі болу керек. Содан кейін осылай рулет сияқты қылып ораймыз. Бұл самсаның аты да рулет самса деп аталады. Неге осылай рулет сияқты орап аламыз да, противеньге ақырын алып саламыз. Астың жағын қарап қойыңыздар, түйіп ашық болған жерін өсіп шымшып жабыстырып қойсаңыздар болады, дәлменг сияқты. Содан кейін ақырын жұмыртқаның ағын ғана жағамыз. Жұмыртқаның ағын әдемілеп жағып шығамыз. Сонымен қатар үстіне болып жатса әдемілік үшін мак, күнжіт сепсеңіздер болады. Мен макты да күнжітті да араластырып сеуіп қойдым. Күнжіт, мак сеуіп болғаннан кейін духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің рулет самсамыз уже пісіп дайын болып шықты. Бұл самсаны тез арада тіске басар ғып жасап жесеңіздер де болады. Өйткені қолда бар заттармен не болмаса қонақ келгенде де столға әдемілеп, әсемдеп қойсаңыздар да болады. Біздің мына жерде қарап тұрсаңыздар, самсамыздың ішін міне қарасаңыздар, өте сочный болып, сулы, прям құрғақ емес, сочный болып тұр. Самсаның сочный болған бір себебі жаңағы пиязымыздың суын шығарып, тұзбен, бұрышпен сықлағанымыздың арқасында. Дәл осылай кесіп, әсемдеп қонақтарыңызды күтсеңіздер де болады. Дәмі де, түрі де өте әдемі болып шығады. Және де өте ерекше самса болып шығады. Көп уақыттарыңызды алмайды, және де көп азық-түлікті талап етпейтін самсалардың бірі. Осы рецепт көңілдеріңізден шыққан болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын.